Көне жетіген, сөз жоқ құнды жәдігер. Бірақ тиісті құжаттарды рәсімдеп болған соң, Шымкенттегі орталық музейге жіберетін болдық. Бізге жіберсеңіздер тіпті жақсы болады. Қараш. Міне, сендер сұраған аспап болса. Міне ғажап. Керемет. Өткен тарихымыздың бір бөлігі қолымызда тұр. Бұның асықтары қайда? Жетіген табылған кезде асықтар болмаған. Иә. Біз білетін жазуларға ұқсамайды екен. Әзірге бізде нақты айта алмаймыз. Енді оны орталықтағылар анықтай жатар. Яғни жандос өздерің шешесіңдер. Қазір кешірім өтінемін. Иә беке. Иә, сол жетіген мәселесімен айналысып жатырмыз. Құжаттар ма ертең дайын болады. Жетіген? Музыкалық аспап. Оны ою өрнекпен көркемдеуге болады. Ал жазу не үшін? Музыкалық аспапқа жазуды не мақсатпен салды екен? Бұл жерде бірдеңе бар сияқты. Расында ойланатын жағдай екен. Ал біздің осы жазуларды оқи алатын мүмкіндігіміз бар ма? Оңай емес, бірақ тырысып көру керек. Менде адамзат өркениетінің жазуларын зерттеген ғалымдардың кітаптары бар. Иә? Мүмкін бірдеңе шығып қалар. Ой, не бол сонша сендерге? Бір жетігенде алтын тапқандай жырғылып, айтындаршы. Бұл алтыннан да қымбат. Иә. Ой, жай ағашты сонша көтеріп. Ол құпия жазулардың сырын білу үшін сол жақтан ғалым адам табу керек. Шығын жағын уайымдама. Қанша болса да көтерем. Жолым болсын. Сен ойлағанда сол өлеңді оқып жүрмін. Қызық екен. Ал ол өлеңде не жазылыпты? Ендеше тыңда. Ғашықпын. Шын ғашықпын сол адамға. Мен болмасам болмайын. Сол аман ба? О тәңірім, неткен жан қайрылмайтын. Жүрегің еттен бәлде қоладан ба? Ғашықпын. Қайтып оны жасыра алам. Бір алтын оның әр тал шашы маған. Сағынайын, таусыла сағынайын. Сағынышқа жаралған ғашық адам. Абдаллах мырза, Қазақстанға қош келдіңіз. Жүріңіздер. Рахмет. Сізді күтіп алуды маған тапсырды. Бәрі дайын. Машалла. Жүріңіздер. Take off your glasses. Great. Welcome to Shymkent. You can go. Такси, қарындас, такси. Такси? Рахмет, көлігім бар. Аға, такси. Жоқ, рахмет. Такси бауырым, Жоқ, аға, такси. рахмет. Қаланың ішіне сыртына. Бізді күтіп тұр. Жет, та?
Wow, шетел! Hello! Welcome to Chimkent! Айнам такси. Найм такси. Такси надо? Си, такси керек. Как раз мен такси. Итальяно Кантамеро. Да, итальяно! О, Рим, знаете Рим? Рим? О, Рим. си, грация. Кафе бар, Рим, кафе, Рим. Белиссимо. Рим, yes. Сакраменто. 80-90, диско! Музыка! Ретро! Грация. Бәрі жақсы болады. Жүріңіз давай. Вот, міне. Міне. Оу! Мамма мия! Мамма мия! Омара Саламанто. О, Шидара Еско. Жақсы ма? Еско, базар жоқ. Бірақ хадоп кісісің. О, Жүріңіз. Сеньор. Sit down, please. Отырыңыз. Вот. Лай. Қалай? Опа. Так. Лай. Жома, мына тайыншаларды қара. Қоша, фигуралар жынды? Оу, қыздар, қалайсыңдар? Аққудай жүзіп қайда барасыңдар? Онда шаруан қанша? Жай, Шымкентте тегін такси бар дейді. Естідіңдер ме? Жоқ, естімедік. Қоша, бауырым, осы жерден тоқта. Олай болса, сол такси біз едік. Қалаған жерлерге апарамыз. Отырыңдар, қыздар. Мынау әдем аяқтарында аясаңдаршы. Онда Нұрсатқа. қыздар, керек болса Астанаға апарамыз. Кеттік. Мерси. Рахмет. Не деген фигура мынау? Қой, көзің өтіп кетіп жүрмесін. Қыздар, сіздерің сұлу екенсіңдер ғой. Елки. Қоша, не болды та? Білмеймін ғой, осындай ауру пайда болып қалды. Не болып кетті? Бәрі тегіз, қыздар, біздің мәшинеміз сендерді көріп, Қош? маған тұраштап қалды. Қыздар, ротқанша танысып отырайық. Танысайық, менің атым Ажара. Ал мынау? Ал мен Ләззат. Мен жоба. Гарантия берем, қыздар. Бауырым Қоша. Сендер Шымкенттегі ең сұлу қыздарсыңдар. Ой, рахмет. Өздерің комплиментке бай екенсіңдер. Ақшаға ше? Ақша бар. Не жұмыс жасайсыңдар Құдайға дегендей? шүкір, қыздар. Өзіміздің фирма, тірліктер бар. Антонио! Чимкент керемет қала. Си. Шымкент, белиссимо. Yes, керемет. Сеньор, Шымкент, контрабанда. Мафиоза Камоли. Контрабанда? Си. Мафиоза? Си. Yes. Надо. Болды, сөз емес ол. Қазір номерін тауып алайын. Ажар, қыздар, жаным, сен біз күніге осы жерге келеміз. Келген бері. Күніге? Қаладағы ең керемет ресторан. Маған звондап отыр. Жарайды. Жарайды, сен кіре бер. Ылғи осы жерде демалып, көңілге көтереміз. Да. Алло. Қоша қалайсың? Мен ғой Бека. О, Бека. Ассалаумағалейкум, брат. Уағалейкум ассалам, братишка. Қалайсың? Қазір менің қасымда Италиядан келген қонақ бар. Тірліктері бар екен. Братишка, Италия тұрмақ, Америка болса да шешеміз. Мен де долядам, Коша. Ну. Ұмыт кетпе, жарай ма? Жарайды енді. Келе берсін. Давай, брат, алып барам кез. Болды. На хабаре ғой. Болды, жақсы. 072, Волга, Ой, шешең. Оңғал. Аман болғыр.
Мына қойдан пайда болды. Қырсық. Ай момент. Money, money, money. Money, money. Money, money. No. Ай момент. Момент ай. Лейтенант Қасым, Ассалаумағалейкум. құжаттарыңыз. Не бүлдірдік аға сонша? Рөлде кетіп барады, телефонмен сөйлестіңіз. Ой, өзіміз ғой брат, мынаны алсашы. Бұлай болмайды, біз пара алмаймыз. Ой, қойшы брат, ондай періште болмай қойшы, алшы мен. Бұлай болмайды деймін, қазір бұл үшін сізді жазаға тартуға болады, білесіз ба? Аласаңшы брат, не болды сонша? Неге түсінбейсіз, сізге болмайды дедім ғой. Болды, қазір протоколда отырамыз. Тоқташы. Негізі бар ғой, негізі менше, облыс әкім тапсырмасымен жүріп. Бауырым, өтірікті де келістіріп айту керек қой. Не болды? Мынандай машинаңмен, мынандай түріңмен ба? Не болыпты? Сен бесең машина ішін көріңіз, ішінде шетелдік отыр. Облыс әкіммен келсін дейді, маған ше? Маған бәрібір ертең өзіңе қиын болады. Көрсеңізші сізде. Көріңіз. Шетелдік. Антонио! Полицей! О, сеньор полицей, си. Көрдің? Си. Шымкент, грация. Көрдің? Жақсы. Итальяно. Мынаған жақсылап қараңдар. Болды, брат, жақсы. Жарайды, енді бір жолға жіберейін. Келесі жол қайталамаңыз. Рахмет, брат. Алла разы болсын. Жақсы, брат. Итальянец. Лай. Сеньор, Ау? полицей проблеманто? Жоқ, проблема жоқ. Бізде шымкентский варианто. Все окей. Грация. 6 сағасың ғой, 6 секундта. Антонио Бандерас.